Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен химия пәнінің мұғалімі Жұмағұлова Алия Сәңгілбайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз периодтық кестенің құрылымы. Периодтық жүйенің негізін орыс ғалымы Дмитрий Иванович Менделеев 1869 жылы ашқан. Периодтық жүйедегі әр элементтің өзінің реттік нөмірі және атомдық массасы бар. Сонымен қатар периодтық топтар мен периодтық қатарлар мен топтарға бөлінген. Әр топ кезеңінде А және В топшасынан тұрады. Және де осы топшаларға элементтердің өзара химиялық қасиеттері жағынан ұқсас элементтерді орналастырған. Периодтық жүйеде сәлділік металдардан басталып инертті газдардан аяқталған. Және де осы периодта 7 период 10 қатар бар. Бірінші, екінші, үшінші периодты біз кіші периодтар деп атаймыз, ал төртіншіден 7-ші периодқа дейінгі периодты біз үлкен периодтар дейміз. Өйткені бірінші, екінші, үшінші периодтарға тек қана бір топша қатардан ғана тұрса, ал үлкен периодтарда әр периодта 2 қатардан орналасқан. Бірінші периодтағы сутек элементі, яғни бұл металдық қасиеттерге де және галогендік қасиеттерге ұқсас болғандықтан, олар бірінші топтың А топшасында және 7-ші топтың А топшасында орналасқан. Екіншіден 7-ші периодқа дейін элементтер сілтілік металдардан басталып инертті газдардан аяқталған. Және де оларда металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері жоғарылап отырған. Периодтық жүйеде 8 топ бар. Және де осы топтардың әрқайсында А және В негізгі және қосымша топшалары бар. Топтардың ішіндегі топшалардың саны 18-ге жетеді. Және де осы топтардың кейбіреулерінде өз атаулары бар. Мысалы, бірінші топтың А топшасының сілтілік металдары десек, екінші топтарды бізде сілтілік жер металдар десек, үшіншіден 6-шы топқа дейін бұл бізде ауыспалы металдар, 7-ші топтар галогенді және 8-ші топтар бұлар инертті газдар деп аталады. Қорыта айтатын болсақ, әрбір период, яғни біріншіден басқа периодтар металдардан басталып, бейметалдардан аяқталады. Металдар мен бейметалдардың қасиетінің өзгеру заңдылықтарына тоқталатын болсақ, периодтың солдан оңға қарай, яғни металдық қасиеті әлсіреп, бейметалдық қасиеті күшейеді. Ал негізгі топшалардың атомдық нөмірі өскен сайын металдық қасиеттері күшейеді де, бейметалдық қасиеттері әлсірейді. Ал металдарға тән қасиеттері ол атомдардың сыртқы электронын беру арқылы өзі оң заряд катионға айналса, бейметалдар керісінше электронды қосып алып, өзі теріс заряд анионға айналады. Назарларыңызға рахмет.